біраздарың ақша табу үшін жүрсіңдер, біраздарың просто жүрсіңдер. Мен беттеріңе айтайын, біраздарың просто жүрсіңдер айту. Күн өтті, өмір өтті. Енді мынандай сұраққа сендер вообще сұрақ қойып өздеріңе жауап алған жоқсыңдар. Не үшін өмір сүріп жүрмін деген сұраққа жауап қойған жоқсыңдар. Мен үшін не маңызды деген. Кеше мен тауға барған кезде СБ-ның тимбилдингіне. Сонда олар не үшін бара жатқанын білмейді. Енді сендер естеріңде ме? Мен айттым, бақыт тілейміз дегенде ешқайсыларың жауап бере алмайсыңдар. Бақыт деген не екенін де. Мен саған тақып тілеймін десе, айтасың ғой. Не айтып тұрсың деген сөз ол бәрі құрастырған сөз ғой енді әшейін де. Мысалы, қасық емес, мысалы, пасық деп айта беріп, қасықты көрсетіп, саған пасық деп айта берсе, біраздан кейін, пасық әкел десе, қасық алып келесің. Костюм дегенде көзіңнің қалудан костюм елестейді. Біраздан кейін костюм емес, жастюм деп айтса, 100 рет айтып, мынау жастюм десе, жастюмді алып келсең, жастюм алып келесің. Ол әшейін құрастырылған сөз. Сондықтан тимбилдинг деген сөзді аналар ұқпайды да, айтып кетіп бара жатсың. Тимбилдинг деген не? Немесе кетіп бара жатсың дегенде? Тимбилдингке кетіп бара жатырмыз ғой. Ол не нәрсе? Содан олар айтады, ол деген сөз барып окорочка пыстырып жеу. Одан кейін не істеу? Ұйықтау, одан кейін қыдырып қайтып келу. Енді сендер өздерің мынандай өмір сұрақ қойыңдар. Мен не үшін өмір сүріп жүрмін деген. Сендер қазір не істеп жүргенін біліп жүрген адамдар емессіңдер. Ана кісілерде өмірдің мәні болған. Мысалы, сонда барған кезде мен ана киноны көргіздім де, одан кейін маған Талғардың басында сосын ана береза қайсыларын барған жоқсыздар, енді супер сондағында. Тәнің де жаның да демалады да. Соған шығып мен кішкене медитация жасап, соны қыдырып қайтайын дедім, өйткені киноны көріп тастаған, мен алдында ғана көрдім. Қайтып келсем, бір қыз бен бір жігіт, біреу сейілбек, бір қыз барып қарымсақ турап операция жасап жатыр да. Ана жақта андай кино болып жатыр. Айтамын, неге сен мына немен келіп кино, мынау біздің өмір ғой, мынау болашақ Қазақстан ғой, сөйтіп қақсап айттым. Міне Қазақстан болады. Сонда оған ана окорочка маңызды болып тұр да. Анау тағдыр, өмір, Қазақстан, ел, болашақ, қойшы қазір аш емес. Сондағы саған окорочка. Сонда айтамын, қалай саған осы окорочка маңызды ма? Или еліңнің болашағы маңызды ма? Мен қойған кезде оған окорочка маңызды болып тұрды. Өйткені оның адам не нәрсені маңызды дейді, соны істейді. Не нәрсе саған маңызды болса, соны таңдайсыңдар. Сендерге тиын табу маңызды, тамақ жеу маңызды, ұйықтау маңызды, кино көру маңызды. Вот сондықтан адамда есті адамның немесінде өмірінде приоритетін қоя алады. Не нәрсе маңызды, не нәрсе маңызсыз. Есті адам өзінің өмірін басқара алады. Өмірдің өзінің қолында деген сөзін, не істеймін, не істемеймін деген нәрсені есті адам өзі басқара алады.